Сәлеметсіңдер ме, балалар? Онлайн сабағымызға қош келдіңдер. Дүниетану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қауіпсіздік ережелері деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты күнделікті жағдаяттардағы үйде және қоғамдық орындарда қауіпсіздік ережелерін түсіну, мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін түсініп білу. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын өтілген тапсырманы пысықтап өтейік. Денің сау болу үшін не істеу керек? Қандай пайдалы тағамдарды білесің? Қандай зиянды тағамдарды білесің? Өте жақсы, балалар. Сендер өз денсаулықтарың үшін қандай тағамдар зиянды, қандай тағамдар пайдалы екенін жақсы біледі екенсіңдер. Ал сендер өз өмірлеріңде табиғатта, көшеде, үйде кездесетін қауіп-қатерлер бар екенін білесіңдер ме? Және сол қауіп-қатерлерден өз өмірімізді сақтау үшін бірнеше ережелерді танып білуіміз керек екенін білесіңдер ме? Олай болса, мына бейне материалға назар аударыңдар. Оқулықтағы 52-ші беттегі суретке назар аударайық. Қыз баланың айналасынан қандай қауіпті жағдайларды көп байқадыңдар? Оған қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет? Иә, өте дұрыс айтасыңдар. Қыздың жанында үтік тұр, газ тұр, сіріңке тұр, қайшы, пышақ, дәрі, бұның барлығы қыздың өміріне келтіретін қауіпті жағдайлар екен. Біз осы заттардың барлығынан сақтанып жүруіміз керек екен.
Балалар, біз үйдегі, көшедегі қауіпсіздік ережелері туралы айттық. Енді біз судағы қауіпсіздік туралы да әңгіме етейік. Жаз айларында балалар өзен көлге шомылғанды ұнатады. Ал шомылу кезінде өзін жақсы сезіну үшін, рахаттанып жүру үшін оған қажетті ережелерді білу міндетті. Ол қандай ережелер екен? Ең бірінші және ең негізгісі суда жүзе білу. Сонымен бірге тыйым салынған жерде, су түбінде тастары бар су қоймаларда шомылуға болмайтынын есте сақтауымыз керек. Балалар, біз үйдегі, көшедегі, судағы қауіпсіздік ережелерімен таныстық. Сендер үйде 53-ші беттегі суретке қарап, су қоймасындағы қандай жағдайлар балалар үшін қауіпті екенін мұғалімдеріңе жазып жіберіңдер. Сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңдар.